Қауіпсіздіктің 5-ші деңгейі. Отандық әзірлеушілердің шешімі бейнеконференцияның толық қорғалуын қамтамасыз етеді. Жоба жайлы толығырақ цифрлы Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Қазақстандықтар қашықтан жұмыс режиміне ауысқан кезде байланыстың нашарлығы мен деректердің таралып кетуі сынды проблемаларға тап болды. Zoom платформасы жұмыс пен білім берудің негізгі құралына айналды. Бірақ бұл қолданушыларды оның қауіпсіздігіне мұқият болуға шақырды. Карантин кезінде платформа пайдаланушылары бірнеше рет сәтсіздікке ұшырады. Желіде Zoom арқылы жасалған бірнеше мың жеке бейне қоңырау жарияланды. Психоемдеу сеансының жазбалары, мектеп сабақтары, дәрігерлер мен кеңес және компания жиналыстары көпшілікке қолжетімді болды. Первая проблема – это проблема соединения. Біріншісі байланыс мәселесі. Яғни шешімдердің шетелдік аналогы Еуропада, Америкада орналасқан. Олармен қосылған кезде байланыс сапасы жиі бұзылады. Мамандар Zoom платформасын құпиялықтың әлсіздігі үшін сынайды. Осал тұсы мұнымен бітпейді. Өзгенің әңгімесіне қосылу, өтпелі шифрлеудің болмауы, есептік жазбаның құпия сөзін ұрлау мүмкіндігі бар. Осындай жайттер анықталғаннан кейін отандық әзірлеушілер бейнеконференция өткізуге арналған өз платформасын іске қосты. Бастысы, оның сервері Қазақстан аумағында орналасқан. Большая проблема в том, что Zoom... Тағы бір үлкен мәселе, Zoom бүкіл трафикті әлем бойынша айдайды. Яғни сіздің бейне ағыныңыз Қазақстаннан Мәскеуге, Мәскеуден Еуропаға, Еуропадан Америкаға өтеді. Және осы жолмен кері қайтады. Бұл өте ыңғайсыз. Ақпарат бөтен қолдарға түсуі мүмкін. Ал біз әзірлеген жоба бойынша, сіз барлық ақпарат тек қазақстандық желілер арқылы берілетініне және осында қалатынына сенімді бола аласыз. Қазақстандық сервистің негізіндегі технология IT нарығында стандартты болып саналады дейді әзірлеушілер. Олардың айтуынша оны бүкіл әлем қолданады. Қазақстандық өнімнің бірегейлігі платформаның икемділігінде. Оны шексіз масштабтауға болады. Мысалы, бір уақытта 400 адамға бейнеконференция ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Безопасность. Қауіпсіздік бұл мемлекеттік органдар үшін өте маңызды фактор. Іштегі деректердің құпиялылығын сақтау маңызды. Үшінші мәселе, Zoom-да клиенттің қажеттілігін ескере отырып, функционалды жақсарту мүмкін емес. Қазір қолданушылар осындай мәселемен бетпе-бет келіп жатқандықтан, осы платформаны әзірледік. Ақпараттың құпиялығына қауіпсіздіктің 5-ші деңгейлі сертификаты кепілдік береді. Қазақстандық әзірлеушілердің шешімі тіпті құпияланған нысандарда да пайдаланылуы мүмкін. Сервер сенімді байланыс пен сапалы суретті қамтамасыз етеді. Мы действительно можем доработать наш продукт. Үшіншіден, біз бұл өнімді клиенттеріміздің қажеттіліктеріне қарай өзгерте аламыз. Мысалы, тұтынушы пайдаланушының жеке басын бет-әлпет арқылы сәйкестендіруді сұрады. Оның қызметкері басқа елде болса, байланыс қауіпсіз екеніне сенімді болу керек. Әзірлеушілер жүйенің беріктігін ең алдымен өздері тексерді. Компанияның пиар-менеджері Камила Әкім алғашқылардың бірі болып сынақтан өткізді. Оның 2 баласы бар, үлкені 6-шы, ал кішісі 2-ші сыныпта оқиды. Осы уақыт ішінде балалар қашықтан оқып жатыр. Танымал платформада орын алған жағдайдан соң Камила балалар үшін алаңдай бастаған. Разработка этого продукта мы занялись относительно недавно. Біз бұл өнімді жақында әзірледік. Алдымен өзіміздің компанияда тесттік сынақтан өткіздік. Себебі компанияның деректерін қорғағымыз келді. Қашықтан жұмыс деген кезде басқа байланыс құралдарының қауіпсіздік деңгейі көңілден шықпады. Кез келген компаниядағы ақпарат құпия болып табылады. Ал қашықтан жұмыс кезінде бұл үлкен проблемаға айналды. Деректердің жоғалу және оларды бұзу жағдайлары тіркелді. Біз бұл бағдарламаны бастапқыда өзіміз үшін әзірледік. Қазір белсенді қолданып отырмыз. Әзірлеушілер енді бұл өнімді қазақстандық нарықта белсенді дамытуды жоспарлап отыр. Олар көпшілік мұны бағалайды деп үміттенеді. Мы поддерживаем стенографирование на казахском. Біз қазақ тілінде стенографиялауды қолдаймыз. Өйткені бізде қазақ тілін тануға және стенографиялауды жүргізуге мүмкіндік беретін жеке модуль бар. Бұл көптеген адам қатысатын ауқымды мемлекеттік деңгейдегі конференциялар үшін өте ыңғайлы. Киберқауіпсіздік бойынша мамандар мынаны ескертеді. Кез келген пайдаланушы конференцияны құпия сөзбен қорғауға және жазбаларды конференцияның басқа қатысушыларына қауіпсіз жолмен жіберуге
яғни ашық интернет ресурстарға сілтеме жасамауға кеңес береді. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.